Төңкеріс. Ел досам күрді, елетін мүлді жайдары. Сол жылы бір Төңкеріс. Бізде төңкеріс болуы мүмкін емес. Бізде төңкеріс болуы мүмкін емес. Жеңімпаз социализм елінде, жұмысшылар мен шаруалар елінде. Сосын, егер есіңізде болса, төңкерістің барлығы қалаушыларға қарсы болған. Кім оларды қалап жүрген? Сіз Бұхара қаламайды дейсіз, нені қаламайды? Сіздің басшылығыңызды, Геннадий Васильевич, бірінші хатшы болғаныңызды қаламайды. Неліктен? Мені КПСС орталық комитетінің саяси бюросы тағайындады. Сіз қазақстандық емессіз. Ол ұлтшылдық, жершілдік. Олардың талабы біздің республикамызда Қазақстаннан шыққан адам басқарса дейді. Ұлтшылдықтың не қатысы бар? Бұл мұқият ойластырылған ұлтшылдық. Біз мұның түбіне міндетті түрде жетеміз. Себебін табамыз. Айыптыларды жазалаймыз. Ал енді жолдас Назарбаев, жолдас Мұқашев, сіздердің ана жаққа, алаңға барып, әлгі ереуілшілердің аптығын басуларыңызды сұрайым. Тарасын. Бұл менің өтінішім. Елдің басына неге орысты әкеліп қойды? Орыстарды жек көресің бе? Қазақстанда бірінші орында қазақ тұруы керек. Дұрыс, бірақ өзің ойлашы. Біздерде Украинда, немісте, орыста, юғарда бар. Бәрінің басында қазақ тұруы керек. Қазақ! Сенімен сөйлесу қиын, сен мені естімейсің, өзіңді ғана естіп тұрсың. Жоқ, мына сіз мені тыңдамай тұрсыз. Неге онда Грузияда грузин, Түркменияда түркмен, Өзбекстанда рашидов, бізде неге голмен? Ол бұрын біздің жерімізде өмір сүрмеген. Бәріне сорлы халық қазақ па? Әрине жоқ. Республиканың басына қазақ келеді. Сендерге уәде берем. Қашан? Жуырда, енді көп қалған жоқ. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа берілсін. Қазақстан қазаққа